агрессияны қалай шығару керек? Қазір бір 18-19 жасқа келген уақытта мама, менде осындай жағдайлар болған. Ол буллингпен күресу емес, алдын ала білу, зерттеу. Ата-ананың үйдегі баламен қарым-қатынасына көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің есімім Марал Коржумбаева, фамилиям, педагогика ғылымдарының кандидатымын, гештальт терапевтпін. Гештальт деген сөз өзі тұтастық дегенді білдіреді. Московский институт гештальт терапии психодрамада оқимын. Практика жүзінде, тәжірибемде осы психология ғылымын қолданамын жалпы. Біздің елімізде талқыланып жатқан көкейкесті сондай мәселелердің бірі буллинг және кибербуллинг, эмоционалды қысым деп айтамыз. Содан кейін эмоционалды қажеттіліктердің жабылмау жағдайында осындай буллинг мәселесі қазір кең таралуда деп айтуға болады. Осы тақырыпты дайындау барысында мен өз-өзіме сұрақ қойдым да, буллингтің жалпы табиғаты неде деп. Жеке басымның 70 сағаттық терапиямда, личная терапия деп аталады жалпы. 400 сағаттық топтық терапиям бар. Осының ортасында маған мындай жалпы ойлар келеді. Буллинг мәселесі, егерде қатыгездік, агрессия, одан кейін зорлық, зомбылық деп айтып жатырмыз ғой, жалпы бар ғой ол осы әлеуметтік ортада бізде. Оқыған кітаптарым бойынша Перлздың, жаңағыдай Ричард Регманның «Парадокс добродетелей» деген осы кітаптарда жалпы антропология, биология ғылымдарына сүйенетін болсақ, адамның бойындағы жаман жақтар да бар. Ричард Регман шимпанзе мен бонобо деген маймылдың екі түрін зерттеген екен. Шимпанзенің бойындағы агрессия өте көп, а бонобо адамдар тәрізді сондай адамашнивание деп айтады орысша айтқан уақытта. Үйге сондай бейім боноболар солай келеді деп айтады. Сондықтан да енді біз мына жерде буллинг тақырыбын мүлдем қоғамнан алып, жойып тастай да алмаймыз. Өйткені ол бар, болады, әрине болады дегенде ол мен қолдайды деген сөз емес жалпы. Сондықтан да біріншіден ойлаймын, ата-ананың үйдегі баламен қарым-қатынасына көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Екіншіден, бәрібір десін, балабақша, мектеп, колледж, университет, одан жұмысқа тұрған уақытта да осы зорлық, зомбылық, бір-біріне деген қатыгездік оларда болып тұрады. Сондықтан да бұл жерде егерде психотерапевт Ирвин Яломның еңбектерін оқып отырған уақытта, дар психотерапияда, онда клиентпен, пациентпен сөйлескен уақытта, 7-ші рет кездескен уақытта, сенің қандай бір қазақша айтқанда қараңғы жақтарың деп айтады. Қараңғы болғанда это темная сторона личности, немесе человека. Адамның осындай жағымсыз жақтары бар. Осы жағымсыз жақтарды ол жаңағыдай агрессор ретінде ма, немесе ол жаңағыдай енді орысша айтқанда жертва деп айтып жатыр ғой. Жертва, содан кейін куәгерлер, свидетелей деп. Менің айтайын дегенім, бұларда қоғамда бар бола береді де. Бірақ та оның алдын алу, профилактика жасау, біз осы университет қабырғасында жұмыс істегендіктен студенттермен жұмыс жасау барысында практика ретінде мектепке барған уақытта осы мәселелер көптен көп көтеріліп жатыр қазіргі уақытта. Сондықтан да Дельгаданың зерттеуі бойынша, егерде осы парадокс добродетелиға келетін болсақ, парадокс деген ол қалай, егерде өз басымды айтатын болсам, мені отбасында Марал тек қана сен жақсы жағынан қана
ғана көрсету керексің деп тәрбиелеген мені. Ал егер де менің өміріме қауіп төнетін болса, мен қорғанамын, сол уақытта менде өзімнің бойымдағы агрессияны көрсетемін. Көрдіңіздер ма? Сонда ол мынау мектепке, балабақшаға келген енді балалар, оларда өздерінің жаңағыдай қорғану процесс деп айтамыз ба, агрессиялық жағдай туындаған уақытта оларда жаңағыдай бір-бірімен тіл табыса алмай жатады. Дельгаданың зерттеуі бойынша проактивный, активный деп агрессиялар жалпы бөлінеді. Сонда өзі қоғамның өзінде агрессияны жаман ұғым ретінде қабылдайды. Ол дұрыс емес менің ойымша. Агрессия міндетті түрде болу керек. Ол сол агрессияны зерттеу барысында, оның алдын алу барысында одан жақсы бір бойда энергия пайда болуы мүмкін жалпы. Сондықтан да егер де Лоренстің еңбегін алатын болсақ, агрессия тақырыбында, кітабында ол айтады, мынау балықтар, аквариумдегі балықтардың өзінде, аквариумдегі балықтар бар, соның оларда бір-біріне деген агрессия бар екен, осы балықтарда. Сонда мен айтамын өз-өзіме, егер де осы кішкентай балықтарда агрессия болатын болса, менің агрессиям қайда деген сияқты. Көрдіңіздер ма? Ол агрессияны қалай шығару керек? Практика жүзінде айтатын болсақ, ол мысалы үшін спортпен айналысу, содан кейін тамақ жеу барысында қатты тамақтарды дұрыс шайнай алу, содан кейін жүгіріп келгенде, терлеген уақытта сол кезде бойдағы осы жаман агрессиялар шығады деп жазады жалпы авторлар, ғалымдардың зерттеу бойынша. Бұл тақырыптың маңыздылығы сондай, мынау агрессия немесе басқа да зорлық, зомбылықтың табиғатын, буллингтің табиғатын егерде біз өзіміз оқытушы немесе тәрбиеші, тағы да қоғамдағы балаларды тәрбиелейтін ұстаздар осыны білсеңіздер, онда сіздердің жұмыстарыңыз жеңіл болады. Ол буллингпен күресу емес, алдын ала білу, зерттеу. Егер де практика немесе техникаға келетін болсақ, сыныптарда, топтарда балаларды байқау керек, бақылау керек. Наблюдение деген сөз бар. Олардың жүріс-тұрысынан, бір-біріне деген қарым-қатынасынан, содан кейін бір-біріне сөйлеу, қалай киім киістеріне байланысты осыларды бақылау керек. Әрине, барлығын бақылап қоя алмаймыз. Дегенмен де осы қоғамда сол буллингтің алдын алу шаралары жүретін болса, осындай бір жақсы да бір нәтижеге келеміз деген ойдамын. Мектептердегі психологқа апару керек, сол агрессорларды немесе буллингті шығарған немесе жаңа топты деп айтып жатыр, бірақ та менің ойымша осы мектептегі психологтардың өзіне психолог керек деп ойлаймын. Олар өздерінің біліктілігін, өздерінің жаңағыдай ақылы семинарға бару, өздерінің личная терапия, содан өту, осылардың барлықтары сайып келген уақытта осы қоғамдағы балалардың, енді буллинг туралы айтып жатырмыз ғой, жүріс-тұрысына әсер етеді деп ойлаймын жалпы. Буллинг мәселесі ол жәбірленуші, содан кейін агрессор деп, одан кейін куәгерлер деп айтып жатырмыз ғой жаңағыдай. Бұнда менің айтайын дегенім, үйде бала ата-анасымен, содан кейін өзінің үйдегі қарындастарымен, ағаларымен, сиблинг деп аталады, солармен қандай қарым-қатынаста жалпы. Сондықтан да мектеп, ата-ана, оқушы осылардың бір жұмыстары өте тығыз байланыста болу керек деп ойлаймын. Өйткені бәрібір десін, отбасындағы психологиялық климат бәрібір десін әсер етпей қоймайды баланың оқуында, қарым-қатынас жасауында да. Қазіргі уақытта қызым 20-да, ол 5-6 сынып оқу барысында оғанда осындай бір жәбір көрсеткен екен.
ол кезде маған айтқан жоқ. Ол қазір бір 18-19 жасқа келген уақытта мама менде осындай жағдайлар болған деп, осындай дәл қазір өсіп кеткеннен кейін ол қалада уже тұрмаймыз. 6-шы мектеп бітіргеніне бір 4 жыл болды. Сондықтан да сол әңгімелерді маған қазір айтып жатыр. Көбінесе осы жәбір көруші оқушы балалар, адамдар көбінесе өкінішке орай өзінің ата-аналарына немесе әкімшілікке, класс жетекшілеріне айта бермейді. Психологияда қарым-қатынас жасау барысында әсіресе өз балаларыңызбен контакт деген сөз бар. Контакт деген ол жақын түсіне білу өзіңіздің балаңызды. Ата-аналардың осы бір несі, жаңағыдай қарым-қатынасы балаға деген. Әрине қазіргі уақытта өркениеттің дамуы барысында, ата-ана еңбек жасау барысында кейбір уақыттарда үйіне кешке келген уақытта қолдары тимей де қалады балаларын. Таңертең оқуға жіберсе кешке ғана көреді. Ол ата-аналарды әрине түсінуге болады. Дегенмен де бәрібірдесін бір 5-10 минут ересек жасөспірімдер болса, балалары көңіл бөлу керек міндетті түрде. Өз балаларыңызға көңіл бөлу қажет деп ойлаймын. Өйткені әр ата-ана өзінің баласына 18-ге толмағанша жауапты деп ойлаймын мен. Осы ғалымдардың еңбектерін зерттеу барысында жалпы буллингтің осындай бір табиғатын түсіне алатын болса, беретін ұстаз, оқытушылар, осылардың барлықтары онда бір құба-құп болады ма деп ойлаймын. Басқа оқытушылар тәрбие беру барысында психологиялық кітаптарды оқымаса да, осы буллингтің табиғатын білсе жақсы болар ма деген ойға келемін жалпы. Психолог ретінде егерде өзімнің практика барысында жалпы буллингпен енді жалпы кездеспесем де, бәрібірдесін келген клиенттер, олар әртүрлі өздерінің сұрауы бойынша, запрос деп айтамыз, сол бойынша келеді. Бір келіншек маған келу барысында балам өте көп тамақ ішеді деп айтты. Баласы 5-ші сыныпта оқиды. Сонда мен ол келіншекке айту барысында мен оған айттым, сіз бірінші балаңыз емес, өзіңіз келіңіз менің кездесуіме, менің консультацияма, немесе терапия болады ары қарай. Сол кезде мен бұл жерде айтайын дегенім, баламен емес, ата-анамен, анасымен жұмыс жасау барысында өте көптеген бір жақсы өзгерістер болады деген сенімдемін. Егерде осы ұлы ғұлама өзіміздің қайраткерлерді, ақын, ғылым қайраткерлерін айтатын болсақ жалпы, онда мен өзіміздің тарихқа да үңілемін. Сол азаматтарды, оларға Абай, Сәкен Сейфуллин, жағдай Мұхтар Әуезов, басқа ұлтты алатын болсақ, Пушкин, Гогольдардың, Гоголь барлықтары аналар тәрбиелеген. Сондықтан да мына жерде мен айтайын дегенім, сол бір осы қазіргі уақытта жасөспірімдердің арасында өсіп келе жатқан қыз балаларды, сондай ұл балаларды бір мейіріммен, сондай жақсы көріп, сондай бір жылы, бір ілтипатта сондай тәрбиелесе жалпы, сонда бір жақсы бір азаматтар осы қоғамға келеді деп ойлаймын. Неге? Өйткені теория привязанности Боулбидің еңбегінде 3 жасқа дейін анасы әсер етпей қоймайды, ұлға да, қыз балаға да қатты әсер береді екен. Өкінішке орай, егерде қыз балада немесе ер адамда, келешек әкеде өзінің ішінде бір махаббат сезімдері немесе жақсы көру, бір ілтипаттық сондай бір сезімдер болмаса, ол ешкімге ештеңе ешқандай бере алмайды, өкінішке орай. Сондықтан да әр адам, әр ата-ана
балаларын жақсы биіктен көргісі келетін болса өз өздерімен жұмыс жасаған дұрыс деп ойлаймын.